Сәлеметсің бе, балақай? Қалың қалай? Жазғы демалысыңды жақсы өткізіп жатқан боларсың. Солай ма? Өткендегі сарқылмас сағат жайлы ертегім саған ұнады ма? Сағат тықылдап соғып, бәрін көріп, сезеді екен. Өйткені ол уақыттың сақшысы, сенің ақылды досың. Сен де уақытыңды босқа өткізбей, оны жақсы істерге жұмса. Демалысыңда ата-анаңа, әжеңе көмектес. Сағаттың тықылы жай тықыл емес. Ол тықылдап, таң атты тұр, кеш батты демал, қазір үйрен, ал қазір ойна деп бізге белгі беріп тұрады. Сен де сағатқа құлақ асып, оның қадірін бағала. Өйткені бүгінгі күн ертең қайтып келмейді. Және де уақытыңды міндетті түрде кітап оқуға бөл. Жарай ма? Жаз бойы әліппеде танысқан әріптеріңді ұмытып қалма. Ұмытып қалсаң, әріптер де ренжіп қалады екен. Иә, сен қалай ренжисің, тура сол сияқты әріптер ренжіп қалады. Және олар да өзара дауласып, ренжісіп, одан соң қайтадан татуласып, ойнап, жарысады екен. Олардың да өзіндік әлемі бар екен. Ол жайлы білгің келе ме? Айтып берейін бе? Ендеше мен бастаймын. Сен тыңда. Қане, барлықтарың бері жақындаңдар. Айзере, сен келдің бе? Ұмытып кеткен жоқсың ба ертегі басталатын уақытты? Айзере де осында екен. Жақсы, онда мен бастаймын. Ертегі алфавиттен жоғалған әріп деп аталады. Қай әріп екен жоғалып кеткен? Қане бірге білейік. Бір жылы күнде алфавит елінде үлкен шу шықты. Қазақ әліпбиіндегі әріптер бір қатарға дізіліп, ән айтып, балаларға оқуды үйретіп жатқан еді. Бірақ кенеттен бір әріптің жоғалып кеткені белгілі болды. Ой, деп айғайлады әрпі. Қайда кетті біздің құрбымыз? Бір әріп жоқ қой, не істейміз? Деп басын ұстайды. Барлық әріптер бір-бірін санап шықты. Ә, Б, В, Г, Ғ, Д, Е, Ё санап келе жатады дағы, тоқтап қалады. Сонда қай әріп екен жоғалып кеткен? Дұрыс айтасың, Ж әрпі жоғалып кетіпті. Ж жоқ. Жаңбыр, жүрек, жұлдыз сөздерінсіз біз енді не істейміз? Деп З әрпі жылайды. Ал басқа әріптер бір-бірінен күмәндана бастайды. Сен тығып қойдың Ж әрпін. Жоқ, сен тықтың деп Ш мен Ч әріптері бір-бірімен ұрсысып қалады. Ал осы кезде тыныш қана тыңдап тұрған әрпі біз ұрыспай, одан да Ж әрпін іздейік деп барлығын сабырға шақырыпты. Содан бәрі бірігіп, Ж әрпін іздей бастайды. Олар кітаптарды, тақталарды, дәптерлерді ақтарып, қарап шығады. Ж ешқай жерден табылмайды. Кенет алфавит елінің сыртындағы үңгірден бір дауыс естіледі. Кешіріңдер, бірақ мен керек емес сияқтымын, дейді әлгі дауыс. Барлық жүгіріп үңгірдің жанына барады. Үңгірдің ішінде Ж әрпі жасырынып қалған екен. Неге? Себебі ол өзі бар сөздерді балалар соңғы кездері өте аз айтып жүргендіктен ренжіп қалыпты. Ренжіп, сол жерде жылап отыр екен.
Ж болмаса, жақсы, жанұя, жеңіс сөздері де болмайды, деп А әрпі айғайлайды. Біз сенсіз ешкім емеспіз, деп М әрпі көзінің жасын сүртеді. Сол кезде Ж күлімдеп: рас па? Мен сендерге керекпін бе? деп сұрайды. Әрине, әріптердің бәрі маңызды. Біреуінсіз біздің әніміз де, тіліміз де толық болмайды, деп барлығы Ж әрпін құшақтай кетеді. Сол күннен бастап Ж әрпі жарқырап, балалардың сөзіне жиі ене бастайды. Жаңа, жылы, жанұя, жеңіс сөздері тағы да шырқала береді. Ал алфавит елінде әріптер бір-бірін бұрынғыдан да қатты бағалай бастапты. Бұл ертегі не жайлы деп ойлайсың? Иә, бұл ертегі достығы жайлы, бір-бірімізді қадірлеп, сыйлап, және өзіміздің де маңызды екенімізді ұмытпау керек. Ал жақсы балақай, осымен мен ертегімді аяқтайын. Кездескенше сау бол.